Тұрмысқа шығып, бір шаңырақтың тұтқасын ұстап отырғаныма 12 жыл уақыт болды. Осы уақыт аралығында отбасының қызығында шыжығында көргенмін. Күйеуім 2 ағайында, 2 қарындасы бар. Мен үйдің кіші келіні болдым. Қайнағам мен қайнапкем отбасылы болып кеткен. Біз қара шаңырақты ата-енемнің қолында қалдық. Ата-енем қарапайым жандар, ісіме жағаласып, артымнан түрпектемейтін, бірақ үнемі бақылап жүретін. Енем алғашында мені жылы қабылдамағанымен, уақыт өте келе оның көңілінен шыға бастадым. Оның өзі оңайға соққан жоқ дегенмен, көрер құрметің мен азабың өзіңе байланысты деген сөз рас қой. Мүмкіндігінше тілімді қысқартып, қол-аяғымды ұзартып, іске пысық, өсек аяңға терең, айтыс пен пікір таластыруда мылқау болуыма тура келді. Тек қайынсіңлімнің тілін табу аса қиынға соққан еді. Оның әрбір қылығына төзімділік танытқаныммен іштей ренжитінмін. Өзінің болашақта келін болатынын білсе де, еркелігімен шолжаңдығын қоймады. Оның мен емес, күйеуімді сыйламайтын мінезі ұнамады. Менің күйеуім жуас, момын болғандықтан барлығы әлімжеттік көрсеткенін тоқтатпады. Мейлі, басқаларының жасы үлкен болғандықтан күйеуіме сөздерін өткізгісі келетін шығар дегенмен, жасы да жолы да кіші қарындасының ағасына қарап, безілдеп сөз қайтарып, бұйрық бергені көңілімді құластатын. Қайынсіңлімнің күйеуімен маған теріс қабақ болып, тіпті дауыс көтеріп сөйлегенде, мені жақтырмағаны деп қабылдап, оған жақын болудың амалын жасағанмын. Жас қыздың тілін табудың бір жолы ретінде қолымдағы барымды сыйлыққа бергенмін. Оның жүзіндегі күлкісін көргенде қуанып қалам. Әрдайым күлімдеп жүруін өтініп, қарым-қатынасымызды жақсартуға талпындым. Арамыз бірте-бірте жақсара бастағанмен, қайынсіңлім өз ағасын құрметтемеуді доғармады. Әйелі болсам да күйеуіме дауыс көтеріп сөйлей алмаймын, ал қайынсіңлім күйеуімен ұрсып жатқанда ұятты шетке сырып, мінезін көрсетіп, ағасының айтқанына құлақ аспай кетеді. Оның мінезінде күйеуімде үйреніп қалғандай, көңіліне жақын қабылдамайды. Ағалы қарындастың арасын жақсартуға тырысып, қайынсіңліме ақылымды айтуға талпынғанмын. Бір-бірімізді түсінерміз деп ойлаған ойым жүзеге аспады. Керісінше өзіме қарсы қойып алдым. Содан бері қайынсіңлім маған өштесіп алған, жинаған жерінді шашып кетеді, тамақтарды төгіп жеп, өзіне ұнамаған азықты алып дастарханға емес, нанның үстіне қоятын болған. Тіпті нанның обалынан да қорықпады. Бізге қатысты затты көзі шалса, ең әуелі ағасының затын шашып кетеді де оны маған жинатқызады. Жоқ жерден жұмыс тауып беріп, ілік іздеп жүретін қайынсіңлімнің болашағына қатты алаңдағанмын. Оның бұл қылығын ата-анасы да біледі. Олардың көзінше ақылын тыңдағанымен жоқ жерде бізді әуреге салады. Осы орайда ойыма мына бір әңгіме түсіп отыр. Бір намаз оқитын кісіден үйленуге бел буған жас жігіт, үйленуге ниет білдіріп жүрген едім, бірақ таңдаған қызым жоқ. Жалпы үйленетін кезде болашақ жарды қалай таңдау керек, ер азаматты сыйлап, өзі бір саты төмен тұратын қызды қалай байқауға болады деп сұраған екен. Сонда әлгі молда әкесі мен ағаларын сыйлап, олардың айтқан тілін алып, аяқ тартынатын қыздар болашақта да күйеулерін солай сыйлайтын болады. Ал егер әкесі мен ағаларының ескертулеріне немқұрайлы қараса, ол болашақта да күйеуіне сондай қарым-қатынаста болады. Сондықтан ағаларын құрметтейтін, ата-анасына ғана емес, айналасындағыларға да ізет көрсете білетін қызға үйленгенің дұрыс деген екен. Кейде ойлап қарасам, осы мысалдың жаны бар-ау деймін. Өзім тұрмысқа шыққанға дейін ағаларымнан ұялып, жігіттің қасына жоламаушы едім. Ағаларымның алдында денеме жабыстырып көйлек киюден, шалбар киюден ұялатымын. Бүгінде күйеуімнің мерейін үстем ету үшін қай жағынан болмасын көтермелеп, өзгелерге сыйлы етіп, өзім бір саты төмен жүремін. Анамнан алған тәрбием де осыны үйреткен. Ал қайынсіңлімше, оның 2 ағасына да сен деп сөйлегені қайран қалдыратын. Ағаңның айтқаны дұрыс болмаса да, оған қарсы сөйлеме. Ашуланшақ мінезіңді қазір өзгертпесең, болашақта өзіңе орғазатын осы шатақ мінезің болады деп түсіндіргенмін. Алған жауабым, жеңеше, менің болашағыма ешкім басын ауыртпасыншы деген болды. Осыдан кейін қайынсіңлім қалай ақылымызды тыңдасын, мен де оған қалайша ақыл кеңесімді айтайын. Өз білгенмен жүрген, есейген қайынсіңлімді жолға салатын адам болмаған еді. Сырттан қарағанның 8 көзі бар демей ме? Қайынсіңлімнің мінезі өзіне таяқ боларынан қорқушы едім.
қорқынышым айдай келді. Уақыт өте келе қайынсіңлім тұрмысқа шықты. Арамыз тым жақын болмаса да сыртқы көзге білдірмей, қайынсіңлімді абыроймен шығарып салдық. Бірақ өз мінезі өзіне таяқ болып тиіп, шаңырағы шайқалып тұр. Тек құда-құдағилардың бір-бірімен таныстығының арқасында шаңырақтары бүтінделіп отыр. Сонда да қайынсіңлімнің жағдайы бізді біраз алаңдатады. Өзі қырсық, тіл ащы болғанымен, оғанда ақыл-есі бүтін күйі жолықпады. Бір нәрсе бола қалса жұдырығын көтеріп жүгіретін күйеу баламыз қайынсіңліме бақытты күндерді ас сыйлауда. Көбелектің кеселі тұрақсыздық деседі, өз мінезі өзіне үкім кеседі деп ақын Мұхтар Шаханов айтып өткендей, әрбір адамның мінезі болашағының көрінісі болмақ. Менің айтпағым осы.